Бұл Айханым мен оның копилкасы. Негізі копилканы жаным ашып бастаған кезде теңіз жағалауына барамыз демалуға деп ашқан болатынбыз. Каникул бітті, теңіз жағалауына барған жоқпыз, сосын осылай прикол ұстап отырмыз. Айханым қазір копилканың ішінде қанша ақша жиналғанын санайды осы жерде отырып. Мен басқа шаруаларын істеймін, Айханым осын санайтын болады. Сосын не істейміз ол ақшаға? Қайда барамыз ол ақшамен? Паркке барамыз демалуға, сосын зоопаркке барамыз, я? Сосын жетсе еще қайда барамыз? Кафешкаға. Жарайды, жетсе кафешкаға барамыз, я? Который день рождения не істеу. Жаным, сол день рождения жасаймыз деген кафешкаға барамыз ба? Хорошо, ал сен анауың санап баста. Көрейік бірінші. Негізі біздің копилка мына банканың ішінде осылай тұрады, көрінбей. Айханым мен Айсұлтан ғана барып, андай үстіне 100 теңгелік пен 200 теңгеліктерді салат, арасында 50 теңгелікті болуы мүмкін. Копилка, надевай, мы же на море отдыхаем. Давай. Төк на жерге, төк. Вау, енді 100 теңгеліктерді бөлек жинайсың. Бұлай 10 штуктан жина, санауға оңай болады. 100 теңгеліктерден. Сосын, Айхони, мыналар 200 теңгелік. Бұларды байқайсың. 200 теңгеліктерді да 10 штуктан жина, сол кезде санауға оңай болады. Жақсы ма? 50 теңге кездесіп жатса, 50 теңгені де жина. Негізі шамамыз келгенше 50 теңге емес 100-200-ден салған сияқтымыз. Бірақ арада кейде Айханым салып қояды да, сосын Айсұлтан жылап тұрады мағанда деп, сол кезде қалтамызда бар 50 теңгені де осы жерге сала беретін біз. Қазір мен саған күшті бір приспособление тауып беремін. Айханым фокус. Иллюзионист не істейін деп тұр екен. Ух ты, сосын. Ух ты. Мәссаған. Откуда появилась консоля? Просто берешь и вот. Шығама бер қарай. Жаным, сол давай. Жина енді. Текст нәрсеге жинақ деп жатырмыз. Ал біз банкының ішіндегі байлығымызды санадық. Реттеп қойдық, ал енді санаймыз, я? Әрқайсысы 10 штуктан тұр. Мына жерде 50 теңгелік қана. Жоқ, бұл да 10 штук, бірақ ол немес, мың емес деген сөзім ғой. Так, санайық балам. Аллаға шүкір, мен өте баймын. Жарығым сол. Давай санаймыз, я? Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. Науда 1000 өткені на жердегі 100 теңгені 50 мен, 20, 10 мен тұр. 22 мың на жерде. Сосын 200 теңгеліктер нешеу? 1, 2, 3, 4. Өте мало. 8 мың, я? Ол 8 мың зато. 22-ке 8, 30 мың болады. 30 мың 500 теңге. Ура! Енді қайда жұмсаймыз, тағайтшы? Кафешкаға менің любимый, детский меню бізге Айсұлтанаға, взрослыларға бірдей ғып. Жаным осы. Взрослыларда өзіміз білейік та, не алатынымызды, жаным сол. Еще зоопаркқа барамыз. Ал. Мен сладненокты бананымен тамақтандырасың ба? Жаным сол. Рұқсат берем екен, көреміз, я? Не нәрсе рұқсат береді, сонымен ғана тамақтандырамыз, я? Олардың өздерінің менюі бар ғой, я? Ой, молодец. Келесі жылы тағы да осылай жасайық па, копилка? Өте сушыға ұқсайды мынау. Сушыға ұқсайды ма екен? Немножко. Или Айсұлтанға бөлек, саған бөлек ашсақ қалай болады келесі жылы? Или екеуің бірге толтыра бересіңдер ма? Бірге толтыра береміз. Сол кезде ол ұйымшылдыққа тәрбиелейді, я? Кім побольше салат деген сияқты күшті болып жарысып жүріп істейсіңдер, я? Жаным сол, молодец, құтты болсын байлығың. Айхан ақшаны мынандай мешочекке салып отыр. Еще 200 теңгеліктерді осыған тыңқитып сақ қойдық. Енді айырбастау керек бұл ақшаны, я балам? Сосын керегімізге жұмсаймыз, я? Жаным сол.
барған жерде әлде отырайық па сылдырлатып тиын санап. Бәрін ок. Біз балалармен зоопаркке келдік. Нешеге дейін істейді екен десек, Аллаға шүкір. Жаздың күні 8-ге дейін жұмыс жасайды екен. Айсұлтанды садиктен алдық та, одан кейін осы жаққа келдік. Айзикош мында, мамасының қолында. Асекең машинаны парковать етіп жатыр, қазір кіреміз Алла қаласа. И жанымсы. Ух ты! Айханым, сен больше всех не нәрсе көргің келеді. Піл ма? Піл көргің келе ма? Көреміз, ішінде не бар, соның бәрін қараймыз Алла қаласа. И жандарым сол. Аха. Мен Асеке қызындал. Ал, кеттік. Жалпы біз Айсұлтан мен Айзияны ертіп, бірінші рет осындай зоопаркке қыдыруға, демалуға шығып жатырмыз. Көбіне көп жаңа отбасылық мерекелер болмаса, бұндай үлкен іс-шараларға ұзап шықпайтынбыз. Енді біз үшін енді Айзияның эмоциясы білінбеді, әлі кішкентай ғой. Айсұлтанның эмоциясы көп жерде көрінді. Және де өзі Айсұлтан балабақшадан кейін шыққаннан кейін, оның әдет бойынша балабақшадан келгеннен кейін міндетті түрде тамақтандырып алатынмын. Ал бұл жолы зоопарк жабылып қалады екен деп, бірден балабақшадан ала салып келгенбіз. Сол себепті Айсұлтан бізге тамақ ішем деп көп қыңқылдады, бірақ мынаны қара, ананы қара деп көңілін бөлгеннен кейін қаншалықты өз-өзін ұстауға болады, соншалықты ұстады. Және де мен енді бір кеудемді мақтаныш кернеді. Қарағандыдағы зоопаркте мынау хайуанаттардың түрі көп екен. Мен мына жерде көрсетіп жатқан менің видео түсіре алған түрлері ғана, жалпы негізі көп екен. Сосын оның барлығын бірдей біз араламадық. Себебі жаңа айтып кеткенімдей, Айсұлтан өзі балабақшадан шыққаннан кейін өте қатты шаршады, бірден берілді, оның ұйқысы келді, тамақ ішкісі келді, аяғым ауырды деді. Айсұлтанды да шамамыз келгенше көтеріп жүрдік, бірақ дегенмен баланың жаңағындай шаршап тұрғанын ескеріп, бізде осы 1 сағаттан артық болған жоқ жүргенімізге. Бірақ дегенмен көбіне көп енді энциклопедиядан, видеодан, жаңағындай ютубтан, телевизордан көрген бір басқада, осылай жанына барып көрінген, сезінген ол басқаша екен. Әсіресе Айханымның эмоциясында шек болмады. Айханым көп хайуанаттардың көбісін таниды екен. Бізге өзі таныстырып отырды. Мама, мынау анау емес па, мынау емес па деген сияқты. Ол былай өмір сүреді деген сияқты. Мына жерде маймылдарды көрсетіп жатырмын. Бұлар да бәлденіп, біреу ана бұрышқа тығылып, біреу мына бұрышқа тығылып. Мына бегемоттың енді зоопарк болғаннан кейін естер шығып тұрады ғой. Ал бала болғаннан кейін бұның алдынан бетін көргісі келеді. Бұл бегемот көбіне басын судың астына кіріп тұрады екен. Ыстық шығар енді. Бірақ енді бізге ыстық бола қойған жоқ. Жалпы жақсы температура болған уақытта бардық. Осылай бегемот бізге бетін көрсетпеді. Сосын былай тосып, олай тосып, сосын қой деп, басқа да хайуанаттарды барып көрейік деп кеттік. Сосын жазғы уақыт болғаннан кейін енді балаларға кішкене пайдалы, кейін бір естерінде қалатындай, осындай бір жақсы бір демалыс болды негізі. Айханым өзі каникулда жүргеннен кейін біз негізі басында жаңа айтып кетіп жатыр ғой роликтің басында, не қайда деп, теңіз қайда деп, басқа қайда деп. Сол басында айтатынбыз, теңізге барамыз, демаламыз деген сияқты. Оған жұмыс басты болдық бір. Екіншіден, Айзия кішкентайлау болғаннан кейін кішкене қатайсын әбден. Сосын барып алып, ешқандай демала алмай шаршап кеткеннен көрі, кішкене балалардың өзі жан-жағына қарап, ненің не екенін сұрап, сезініп деген сияқты сондай уақытқа келгенге дейін алыс жақтарға жол жүруге керек емес деп ойлаймын. Өйткені енді
жан жақтағы туыс туғандарымыздан естиміз. Әркімнің осылай жолға шығып алысқа жанды сапарлары сәтсіздеу болғандықтан. Папасы ма, мамасы ма біреу тұрар жанында? Мынау Айзия мен Айсұлтан ғой алысып жатқан, иә, залда? Иә? Біздің Айзия мен Айсұлтан ғой. Вот так вот они постоянно вот так. Иә, балам, күшті, иә? Күшті ма? Это для малыши. Ой, Арстан, отсюда смотри, Арстан. Күшті? Папа, как на видео всех ролик всех строила. Это же машина. Это папа. Жолбарс, Амурский Это дейді. мама или папа? Там мама. Там мама. Ихний папа на работе, Айсұлтан. Эй, аузыңды неден тарт. Аузыңмен нельзя касаться, балам. Ух ты. Ай, мама. Мама сидит. Сұлу екен бәрі. Зебраға келдік. Ух ты. Пойдем дальше. Ей, Айсұлтан, көрдің ба зебраны? Көрдің ба, Айсұлтан, анау зебраны? Да. Ұнай ма саған? Черно-белая, да, лошадка? Черная-белая. Да нет, это А? зебра. Алланың шеберлігі, а? Да нет, это зебра. Зебраха. Это полосатая лошадка, да? Это же не полосатая лошадка, это же зебра. Я, это зебра. Белый. О, Она тут играет с самой собой. жалын қараш. Жалы прям. Жалының өзі полоса болып әдемі екен. Мынау тау ешкі шығар. Тау ешкілер жүр. Мына жақта. Мына жерде білмеймін, бір нәрсенің апанын имитировать етіп қойыпты. Это было сильно, опасно было, да? Күшті ғой, а? Айзия, ойнасай. Айзикош, ойнасай. Ой, молодец. Я ойнай ғой, жаным. Айзия, ана мамаға бір. Кел, балам, мынаны бас. Топ кен ағын. Опа. Опа. Жаным. Келе ғой, пачам. Ой, молодец. Я хочу еще. Давай. Негізі сондай гордая птица ғой, қарасай отырған отырыста паң бар ғой. Кушать, да? И чипсы. И чипсы. Ну, Хочешь посмотрим. чипсы, Киржох? Чипсы вредные очень. Ух ты. Ну, чипсы очень вкусные. Тура. Беті көрінбей жатыр. Аң патшасы арыстан. Жапырақтың ар жағында бәлденіп жатыр ғой бізге. Ой, көзім көрдік. Біз зоопарктен кейін Фирдаусқа келдік, е? Айсұлтан мен Айханым детский сет жеп жатыр. Нешанымыз ол. Греческий салат, на пару манты, жареные баклажаны. Қазір Айхоне. Кебаб. Мына жерде ұнап жатқаны. Мынаның аяғы бар екен. Екі бала аяқ киімдерін шешіп тастап осылай рахаттанып отыр.
мына жерде келіп тұр. Оны чуть кешірек жейміз әзірге ери берсін деп. Асекең екеуміздің тамақтарымыз әлі келеді, Алла қаласа. Сөйтіп отбасымызбен күшті демалыс жасап жатырмыз бүгіндікке. Аллаға шүкір. Жақсылап тамақтанып болғаннан соң балалар бірден машинаға отырғылары келмеді. Сондықтан да осылай дәмхананың алдында осындай сатыда өздері ойнап жүрді. Соларды тамашалап, видеоны түсіріп, мәз болып мен тұрдым. Айханым негізі каникулдың соңғы күндері екенін біледі. Сабаққа осындай күн қалды деп қазір күн санап жүр. Бірақ дегенмен енді каникул аяқталған деген сөз ол жаздың аяқталғанын білдіреді, иә. Ал бізде Қарағандыда күз негізі бірден түседі. Бұлай ұзақ жылы күндер болып тұра тұрмайды. Сондықтан да әр моментімен осылай ләззат алып тұрған. Айханым бізде қайда бара жатсың? Туған күні. Жаным соға. Айсаны хаскеде бұл алып барам. Тағы да зубная паста, шампунь. Сосын? И открытка осындай мамаға Айсана мен Айханым деп жазады. Жаным соға. Төңбегімге. Сосын? Күшті ғып пакетикке салып алып барасың, иә? Солай. Бірінші сылып қоямын. Солай сал. Әдемі қып салға. Айханым өзі киімін киіп дайындалып алып. Оказывается, через 3 часа барамыз. Нет, на 3 часа позвали. Значит, енді 2 сағат бар. Мен сені 1-ге дайындап жүрсем, сөйтсем, шақыру билетті ашып қарасам 3-те деп тұр екен. Киімін шешесің ба? Жоқ. Осылай отыра бересің ба? Иә. Если что, шашын тарқатылып кетсе, мама қайтадан өріп береді, иә, шашынды? Аха. Молодец. Бәрі де туған күнге барғысы келіп жүр, иә? Соңғы уақыттарда мен өзімнің бизнесіма біраз көңіл бөліп жүрмін. Сол себепті күндізгі уақытта мына балалардың тамағын салып жатқанда, ысытып жатқанда бірдеңелер шашылып төгілген болатын болса, мен оны дер кезінде жаңағыдай қолға алуға уақытым болмай қалады, шынымды айтсам. Содан кейін бір 7:30-8-дің кезінде бір сырттан бір жұмыстан келген адам құсап, ас бөлмеме кәдімгідей үйдің шаруасын тындыруға осылай кірсем, сол кезде тамақ істемес бұрын алдымен осылай плитамды жуып аламын. Себебі енді көп жерде таза болып тұрған, әр нәрсе рет-ретімен болып тұрған уақытта менің көңіл күйім жақсы болады. Енді көңіл күй жақсы болса, тамақты дәмді піседі. Сол сияқты негізі күндізгі уақытта кешкі асты қандай ингредиенттермен әзірлеймін, солардың барлығын дүкеннен әкелу керек болатын болса әкелем, немесе Асекеңді өтініп әкелтіп алам. Ал етті шығарып қою керек болатын болса, күндізгі уақытта тырысам, енді ұмытып кетпесем, етті де шығарып қоюға. Ал тамаққа кіріспес бұрын осылай жан-жағымды, ыдыс-аяқтарымды бәрін тазартып алып кірісем, әйтпесе шын көңіл күйім болмағаннан кейін мен шын әр нәрсені былай хаотично жасағым келмейді. Қазіргі таңда кішкене күнде ерте батып жүр, аңғарып жүрмін, соған қарай режимді де реттеу керек деп жүрмін. Бізде Құдай қаласа осы қыркүйекте Айханым 2-ші сменде оқитын болады. Ал Айсұлтан таңертең балабақшаға барады. Ендігі жерде сол барлығымызға да оптимально болатын үйдегі жаңағындай күнделікті режимді реттеуім керек болады. Соған қазір негізі кішкене ойланып жүрмін. Кейін сондай бір реттілікпен қимылдаған, жұмыс жасаған дұрысырақ деп ойлаймын. Мынау менің ас бөлмемдегі барлық құралдарымды қоятын орын, ниша. Соны мен қазір реттеймін сіздердің көз алдарыңызда. Өйткені осы жерде шашылып кетіпті. Мынау ыдыс-аяқтар таза тұр дегенмен бір-бірінің дұрыс орында орналасып тұрған жоқ. Бір, екіншіден мына бір сырттары сатал болып, мына жерлер көп ұсталмаған ыдыстар шаң болып кетіпті. Солардың барлығын жуамыз. Ал құрметті менің жақсыларым, менің влогымды осы видеоға дейін көріп отырған болсаңыз, менің еңбегімді бағалап, осы видеома ұнап жатса, лайк басып,
Сұрақтарыңыз туындап жатса комментарийға сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер, мен келесі влогымда міндетті түрде сол сұрақтарыңызға жауап беремін. Мына жерде ең алдымен осылай күнделікті тамақтануға қажетті қасық, шанышқы салатын осындай органайзерімді жуып тазартып алып жатырмын. 2-3 аптада бірақ жуам, сол себепті астына тамған су кейде қақ болып қалып жатады. Соның барлығын мистик пастамен, Greenway'дің салфеткасымен тазартып алып жатырмын. Осыны орналастырып алғаннан кейін мынау контейнерде тұратын ыдыс-аяқтарымды реттеп аламын. Бұл жерде көбіне көп осындай тамақ әзірлеуге қажетті менің құралдарым тұрады. Міндетті түрде осылай салынып тұрған контейнердің түбін жуып, барлығын құрғатып сүртіп, одан кейін қалған жаңағы алып шыққан ыдыстарымды тазаларын бірден орнына салып жатырмын. Ал шаң басты дегендерді жуып, сүртіп, содан кейін ғана саламын. Бір қызығы негізі осындай бамбук ыдыстар, жаңағы силикон ыдыстар, солардың енді күту өте кішкене көңіл бөлгенді қажет етеді. Бірден салып қоя сала алмайсыз, өйткені ағаш болғаннан кейін ол ылғалды өзіне тартып, көгеріп кеткен сияқты болып тұрады. Сондықтан да әбден құрғатып сүртіп, содан кейін ғана қоям. Ал мынау ыдыста менде кәдімгі нержавейкадан жасалған темір құралдарым тұрады. Оның астында тесік болғаннан кейін органайзердің мынандай қылып, ол поддонды да Икеадан алған болатын, кезінде осылай қойып қоям. Кейде мына ыдыс жуып тұрған кезде сол нержавейка ыдыстарды бірден осының ішіне салып тұрам. Сондықтан да оның да асты қақ-қақ болып жатады. Соның барлығын тазартып жуып жатырмын. Мына ақ ыдыста тұрған ол менің осы посудомойкаға арналған мистик эко-порошогы, өте керемет кетіреді. Ал мынау жерде кішкентай банканың ішінде менде үйде ұстап жүрген пышақтарым тұрады. Пышақтың жаңағындай наборын заказ беріп қойғам, құдай қаласа. Енді ойлаймын, өте жақын күндері келеді деп, бәріміз бірге тосайық. Ал кухнямдағы жинайым деген нишамды жинап болдым. Менде мына ыдыста тек қана ағаш ыдыстар мен силикон ыдыстар тұрады. Мына ыдыста менде нержавейка тұрады. Мына жерде менде пышақтар тұрады. Бірақ мынауларда пышақтар, дегенмен ол пышақтың бір ерекшелігі бар. Сабы ағаш және де бір бразильский деп алынған пышақты, он өте жақсы өтеді, бірақ тез таттанып кетеді. Сол себептен бірден жаңағы ағаш, силикон ыдыс-аяқтарымызды біз бірден жуғаннан кейін сүртіп, сосын осыған саламыз. Ал қалғандары сүртілмей де сала береді кейде. Себебі астында поддон бар бұл жерде, мына жерде де астында поддоны бар. Мына жерде кухняда маған ұнамайтын түс мынау, және де осы жақын арада мен бұны ауыстырам, себебі бұл өте бір ыңғайсыз және қатты өтпейді. Фисман болса қайтейін, дұрыс емес. Сосын ең соңғы алған дүниеміз осы бұрын соңды менде мынау болатын. Бұл ескірді, тозды әбден, мына жері липкий болып қалған, өзі әбден ыстыққа ұстап. Енді бұнымен кейде мистик порошокпен кір жуған кезде соны осылай ұстау керек болады ғой, соған қолданам. Сол үшін бұл менде ваннада тұратын болады. Жалпы осындай түріне қараса әлі де бір визуальный шуммен болып тұрған сияқты. Негізі әр нәрсе өзінің орында ғана тұр. Және де тағы айтатын нәрсем, бұл жерде артық нәрсе жоқ. Бәрі де осы менің кухняда жұмыс жасауыма керекті құрал саймандарым осындай. Енді мен гаухар ма, егерде бір нәрселерді лақтырмасам, мынаны ваннаға апарам. Одноразовый трубочкалармен балалардың мыналарды лақтырып жіберемін. Тұрған жерінде осылай таттанып тұрады. Ағаш сабы бар деп алғаным ғой. Осы су тимесе де таттанып тұрады, осы ылғал бар дегенмен. Сондықтан да маған бұндай нәрсе керек жоқ. Және де мынау бір ескі ыдыс-аяқ. Оны да осылай лақтырамын. Мыналардың барлығын мусорға жіберемін. Кішкене уборка дұрыс жасалды деп есептеледі, егер де осындай артында расхламление болған жағдайда. Ал қазір енді мына бутылға майды құям. Сонымен ужинның жағдайына кірсем. Сол менің туған күннен келген. Ну как? Қытай жаным, менің туған күн қалай өтті, балапан? Ух ты, ерінді тағы бояп алыпсыңдар ғой бір нәрсемен. Давай кір, я тебя жду уже.